Мұхтар Мағауин 17 әйел алған Исақан ағам. Әңгіме. Жас ұлғайғанда адамды әрқилы дерт иектей бастайды екен. Келсел одан бұрын да келуі мүмкін. Сол тарпа жабысқан беті алып та кетуі мүмкін. Бірақ мен ғұмырымда ауырып сырқап көрмеген едім. Шаншу, қанқу, тұмау-сымау әрине есеп емес. Ешқашан емханаға жатпаппын. Арнайы қаралып, атаулы ем-дом алмаппын. Содан ба, салмақ түсірмесе де мазамды кетірген, сырт қарағанда тым елеусіз және түсініксіз жағдай мен үшін мүлде күтпеген оқиға болып шықты. Дүниенің бар салмағын көтерген ғазиз бас емес, барлық қуаныш, қиындықты қолқа тамырынан өткізген қайран жүректі емес. Міне, 61 жыл бойы жер басып келе жатқан, заманның зілі мен зұлымдығы жаныштамаған, тіршіліктің мұңы мен қайғысы өксітпеген, санасыз, сезімсіз, кәдімгі екі аяқ. Отырсам өзімдік емес сияқты. Тұрсам, жүрсем, үйреншікті денемді көтере алмай шытынап сынып барады. Дәрігердің қолына түспе деген мәтелім бар еді. Тұтқынға, байлауға түсуге асықпадым. Қазақы ем-дом жасауға кірістім. Содан соң Қытайы нүкте массаж. Шүкірана, оңалып қалған сияқтымын. Өзім кейінгі бір шығармамды әжептәуір қалжыңдасып алған әз ағаң, яғни құдіретті Әзірейіл ақсақал, қайткенде де құзырындамыз ғой, мені сирақтан тұтпауға тиіс еді. Айтайын деп отырғаным сырқат жай емес. Сол сырқат орайында бала-шағаның қалай дүрліккені. Мені 80-нен бері де ат басын тартпайды. Тіпті ешқашан мойып ауырмайды деп білген ұл-қыздарым жапыр-жұпыр болыпты. Үлкенді-кішілі немерелеріме дейін ата, аяғың қалай, ауырма деп сөйлейтін болды. Айналдырған 5-6 бала ғой. Небәрі 10-15 немере. Бала тым құрса 7-8 болмадау деп қиялдайтын едім. Немерелердің ұзын саны 20-дан асса деп армандайтын едім. Амал қанша. Жалғыз әйелдің барын түгестік. Бүгінгі балалар сол 5-6-аудың өзін көп көреді. Енді міне алдыңғылары көкелеп, кейінгілері аталап жатқанда осы барыңа тәуба қылады екенсің. Құрықтың сұлбасы болмаса да көлеңкесі көрінгенде қай-қайдағы еске түседі. Бағзыдағы атаң мен әжең, кейінгі әкең мен шешең, бүкіл өткен өмірің, қиындығың мен күресің, мерей мен қуанышың, өте ұзақ, тым ауыр жол. Сонымен қатар мархамат, мұратты, игілікті кешу. Қайткенде де ғапыл, өкінішің жоқ сияқты. Арман. Болса жасап үлгермеген істерің. Бірақ жүзге келсең де түгел атқарып, бітпесіңді шамалап, бүгінгі жеткеніңе салауат айтасың. Ал пенделік тірлігің, ол да қанағаттанарлық дәрежеде өтіпті. Әуелде сүйген сұлуыңды алыпсың. 41 жыл қосағыңмен қоса қарыпсың. Өз бауырыңнан тараған балашығың түгел аяқтанған. Келесі буын немерелер анау, шұрқырап өсіп жатқан. Бұдан артық не керек? Ойлап тұрсам жалғанның шексіз қасіретімен қоса, фәнидің талай қуаныш, қызығын да бастан өткерген екем. Иә, ойды ой қуады. Әрінен екшіп отырғанда кеше оқыстан есіме түскен, дүниені шайқап өткен бар қызықтың басын алған Исақан ағам еске түсті. Біз сияқты бір қатынға қарап қалмай кезегімен 17 әйел алып еді. Бәрімен де бақытты ғұмыр кешті. 4 жыл, 3 жыл, көпшілігі тура 1,5-2 жылдан. Бәрімен де тату-тәтті айырылысты. Жұрт білгенде ешбір әйел көзге болсын, сырттай болсын, арада пәленбай жыл өткенде болсын, Исақан ағама ешқандай өкпе айтпапты. Исақан ағам бізбен аталас, жамағайын туыс, қыз алыспас жақын. Берден санағанда туыстаған жанбай жарғыштан тараймыз. Атам айтқан, және сылқым, серінсін айрықша жақсы көретін. Ал Исақан ағам мені жақсы көреді. Бала таулыға суық дейтін. Алдын алмайды, бетінен сүймейді, ойнатып күлмейді. Маған ғана басқаша. Қалтасында әлденендей бір тәтті, тым құрса сықпа құрты болады. Және үйге кіріп, мені көрісімен мойнына көтеріп алады. Шағын бөлме ішінде шыр айналып ат болып желеді. Төрдегі текемет үстіне жата қалып, арқасына отырғызып, түйе болып, 4 аяқтай ырғатылып жүреді. Немесе мені стол басындағы кішкентай құрақ күрпеге орап, әлдилеп отырып өлең айтады. Мен қазір үлкенмін, жасым 9-ға шықты. Сонда да Исақан ағаммен кішкентай бала болып ойнау қызық еді. Бірақ кейінгі кезде көрінбей кеткен. Таңертең ертемен келді. Үйде үлкендерден әжем ғана қалған.
Содан соң сабаққа түстен кейін баратын мен. Исақан ағам есіктен үйменшіктей кірді. Ассалау деп сәлем берді. Сөзінің аяғын жұтып қойған. Мен оқып отырған кітабымды тастай сала алдынан шығып қос қолдап амандастым. Қазандық маңында жүрген әжем қырындаған қалпы бұрылып қарамады. Исақан ағам екінші қайтара бұл жолы анықтап, есенсіз бе жеңеше деп көтеріңкі амандасты да төр алдындағы таңғы дастарханы толық жиналып болмаған дөңгелек стол басына сылқ етіп малдасқұра отырып кетті. Сенікі жөн жеңеше деді. Ұрыс маған, сөк, жер жебірме жет, мүмкін сен ұрысқан соң егіл-тегіл жылап алармын. Әлиманның обалын көз жасыңмен жуа алмайсың, деді әжем, өзінде болмаған қатқыл әуезбен. Сал жігіт деп сәл бөгелді. Теріс қарап жаулығының ұшымен көзін сүртті. Беу жалған-ай. Ел аңыз қылып айтатын еді ғой. Қозы көрпеш баяндай арманда кетіп бара жатқан. Бірақ екеуің қосылдың. Енді міне, ішің қалай өртенбес? Исақан ағам төмен қарап тұқыра берді. Бір қызарып, бір сұрланды. Тағдыр ғой жеңеше, деді бар болғаны. Әжем сол салғырт қалпындай шай шығарды. Дастарханға бір уыс құрт, 5-6 бауырсақ тастады. Мен де бүгінгі кітапты бір жола жауып, дастархан басына Исақан ағамның оң тізесін жанай отырдым. Әжем күрсініп барып екеумізге шай құйды. Исақан ағам үлкен кәллен кесе, маған кішкентай шыны кесе. 5 жыл, сарғайып тура 5 жыл күтті, деді өзіне де шай құйып жатып. 3 жыл, деді Исақан ағам төмен қараған қалпы. 5 жыл, деді әжем. Соғыс басталар жазда үйленбек едіңдер. Ары создың, бері создың. Одан соң майдан. Енді міне 5 жыл, деді Исақан ағам. Күтті. Обал болды, деді әжем. Менің обалымды ойладың ба жеңеше, деді кенет Исақан ағам еңсесін жазып. Мен содан соң тура 4 жыл күттім ғой, ұзақ 4 жыл. Әжем де басын көтерді. Сол қолымен аузын басты. Көзі бақырайып кеткен. Солай жеңеше, деді Исақан ағам төмен қарап. Мандадан бері алдында қозғаусыз тұрған шайды бір ұрттады. Енді жаңадан жас қыз алам. Иә жеңеше, Әлимамен қызықты ғұмыр кештік. 5 жыл ойда түсте, 4 жыл бірге тұрмыста. Тату тәтті, махаббатты. Ақыры осылай болды. Бұрынғы келінің ешқандай кінә қоя алмайды. Менің де өкпем жоқ. Тағдыр жазымыз солай екен. Бүгінгі әңгіменің мәнісін, одан бұрынғы жағдаяттар жөнін кейіннен ғана естіп көңілге түйдім. Өзімше байыптап, тағы біраз нәрсенің сырын ұқтым. Исақан ағам мен көрген кездің өзінде келбетті жігіт еді. Еңселі, иықты, кеуделі, қыр мұрын, биік қабақ, қара көз, қызыл шырайлы. Ер көңілді, мәрт, ашық жайдары, ақылды, ұстамды. Бар айыбы оқымаған десетін. Шындығында ол кезде біздің ауылда қаладан оқу бітіріп келген кісі некен саяқ. Арнайы білім алса үлкен қызметте жүрер еді деген ғой. Бірақ қазіргі қызметі де осал емес. Аудандық ақша бөлімінде істейді. Соғыстан бұрын тіпті бастық екен, есеп шотқа жүйрік болған ғой. Бірден көтерілген, жұмыста сыйлы, жұртқа жағымды. Міне, Әлима тәтем екеуі сол кезде жарастық тауыпты. Исақан ағам 20-да, Әлима тәтем 17-ге жаңа толған екен. Мен көрген келіншек болып түскен кезінің өзінде аса көріктеді. Қос өрім шашы қалтасынан асады. Үшкіл тұмсық, әдемі туфли, қынама бел жасыл қамзол. Қыста биік өкше, ұзын қонышты былғары етік, көк жағалы пальто киіп, басына ақ түбіт шәл салатын. Не кисе де ұнасымды, әсем көрінетін. Ал өзі әлі күнге көз алдымда. Қалың, жіңішке, имек қас, кішкентай қыр мұрын, сүйірлене біткен балғын иекті қара торы. Мөлдіреген бадамша көзінде үнемі мұң тұнып тұратын. Тіпті жадырап күліп, көңілденген көздерінің өзінде мұңды еркелік, назды күлкі, сұлудың өзгеше бір сурет екен. Исақан ағам екеуі қыз жібек пен төлегендей бірден табысты дейді. Қайда барса жұбы жазылмайды. Бірінсіз бірі тұра алмайды. Алайда аралары таза, аға мен қарындастай келісті екен. Сәтті күні некелесіп қосылмақ. Қыздың кәмелетке толуын ғана күтсе керек. Ақыры той кешіне 2 апта қалғанда соғыс басталады. Исақан ағам әскер жасында. Көп ұзамай майданға кетуі тиіс. Қыздың базына, тілегіне қарамастан үйлену күнін кейінге шегереді. 1 ай өтеді, 1 жыл өтеді, 2 жыл жетеді.
Соғысқа аттанған жігіттер баудай түсіп, қатарынан қынадай қырылып жатыр. Қара қағаз күзгі жапырақтай күн құрғатпай келіп жатыр. Ал Исақан ағам қызмет орайына байланысты айдан айға қала берсе керек. Әрине уақытша. Ақыр түбі кетері анық. Мен сені басыңа жаулық салар салмастан жесір қалдырғым келмейді депті Исақан ағам. Сен өлсең көп ұзамай мен де өлем дейді Әлима тәтем. Қыз қалпыңда қалсаң өлмейсің дейді Исақан ағам. Әлде қалжың әлде шыны. Өлмесем өмір бойы тұл өтем дейді Әлима тәтем. Үйіңе кіргізіп кет, менде үй жоқ дейді Исақан ағам. Шынында да әке-шешесі қайтқан. Өзі атадан жалғыз немерелес аға жеңгесімен бірге тұрады екен. Осы қалпыңда күт дейді. Егер қаралы хабар келсе, соғыс біткенше күдеріңді үзбе, және жарты жыл. Содан соң бақытыңды тап. Менің бақытым біреу-ақ дейді Әлима тәтем. Ақыры Исақан ағамның да майданға аттанатын кесімді күні жетеді. Әлима тәтем екеуі амандықта көрісеріне нық сенімде жарқын жүзбен қоштасады. Бірақ Исақан ағам аяғы кемтар туып, әскерге жарамаған көкірегі ашық құрбыларының біріне Әлима тәтеме арнап шығарған өлеңін үйретіп кетіпті. Менен теріс хабар жетсе, өзіне айтып бересің деп. Құрдас жігіттің ішіне сыймаса керек. Исақан ағамның ізі суымастан-ақ жұрт арасына тарап кетеді. Содан біз ес білгенде, тіпті ер жеткенде, күні кешеге дейін біздің ауылдағы жиын тойларда айтылып жүрді. Сөзі де, әуені де өзгеше сырлы мұңды ән еді. Сен шалқар дарияда еркін шомған алтын балық едің. Өзің қалап менің қолыма түстің. Сүйіндім, тамашаладым. Сүйдім, мейірлендім. Аялап әлпештемесем де қиянат жасамадым. Бірақ тағдыр мәңгі бірге болуға жазбапты. Енді бақытың ашылсын. Қапияда айырылыстық, қапада өтпе. Иә, өлім деген сөз жоқ, бірақ махаббаттың аза жыры. Жігіт майданнан аман есен оралады. Ғашықтар сағынысып қосылады. Ақыр түбі қапияда айырылысады. Сөйткен Исақан ағам арада ай өтпей, жасы 18-ге жаңа толған, асықтай ойнап тұрған күлімкөз қызыл ерін тағы бір сұлуды құшты. 3 жылға қарағанда оны да тастады. 3 әйелін алды. 2 жылға әрең жетті. Содан бастап салқам сері Исақан ағамның жаңа бір әйел алуы, оны көп ұзамай тағы тастауы, және кезекті бір қызға құрық салуы үйреншікті оқиғаға айналған. Иә, айтпақшы, 3 ме, 4 ме, бет ашылмаған қыздан соң есік көрген жас келіншектен де тартынбайтын болды. Аудандағы әлдебір үлкен қызметкердің балалы қатынын бұзып алған. Ұзағырақ 2,5 жылға тақау тұрды. Әрине, тояты басылған соң оны да тастады. Бір ғажабы, бұл кезде 30-ды орталаса да, бұдан бұрын неше әйел алған баянсыз атағы болса да, Исақан ағам сөз салған қыз қатын атаулының ешқайсысы да бетін теріске бұрмаса керек. 30-ыңыз не? 40-ты еңсерген шағында 7 ме 6 маретте Семейден институт бітіріп келген әп-әдемі мұғалима қызға үйленді. Енді тоқтайды дескен көлденең жұрт тоқтапты. Бұл жолы толық 2 жылға. Келесі қыз, келесі келіншек асыға күтіп тұр екен. Ал атаңызға айналған, әнге жырға қосылған Әлима жеңешем. Исақан ағам қайыра сөз салыпты десетін. 4 әйелдің тұсында немесе 5-сінің қарсаңында. Ойнап күлмек емес, шын ниетімен. Қайта қосылайық десе керек. Әлима тәтем толқып, жұмсарып барып, тас болып қатыпты. Біздің махаббатымыз өлген. Мына мен құры дене, өлексемді сүйретіп қайта оралсам да бұрынғыдай болмаймыз. Әуелгісі рас болса, ертеме кешпей қайырылып бір соғар деуші едім. Ризамын, қош дейді. Көп ұзамай ол да күйеуге шыққан. Ешқайда кеткен жоқ. Осында аудан орталығы Сартеректе. Мен 7 класста оқитын едім. Күзде ауылдағы әжем өлген, өзім кісі үйінде тұрам. Жарым көңіл әрі ашқорсақ дегендей. Әлде қалай есігінің алдынан өтіп барады екем. Дауыстап тоқтатып алды. Бауырына басып бетімнен сүйді. Әжеңе бара алмадым, алды жарық болсын деген. Көзі қаймыжық, жас екен. Менің әжемді ғана емес, өзінің өткенінде есіне алып тұрғандай. Үйге кірдім. Бесікте бақырып жылап балпанақтай ұл жатыр екен. Әлима тәтем, қазір құлыным, қазір деп жүріп шешіп қолын алды. Міне сенің ағаң деді. Туысқан ағаң, жарқыш жәкемнің тұяғы. Сүй деді де, қара көздерінен моншақтай үзілген жасын әрең тыйып, кішкентайын құйрығы жалаңаш қалпында бір иығына асқан күйі маған асқамдаған. Бір тал майлы қабырға.
Қалғаны сол болса керек, 3-4 бауырсақ. Менің тамағымнан нәр өтпеді. Жарқыс шәкесі, яғни Жанбай атам қайда, Әлима тәтемнің, яғни бұрынғы жеңгемнің қосағы мүлде басқару, тіпті сырттан келген бөтен кісі. Исақан ағамнан туса, айтқандай маған шын іні болар еді. Сөйтіп отырғанда күйеуі келді. Үлкен мансапта, райкомда нұсқаушы болып істейді дейтін. Танауы қусырылған, саз бет ақсүркіс екен. Өзі жап-жас, өзі соншама кекірт. Маған бірден-ақ ұнатпай қараған. Мен майлы қабырғаны сыдырмаған жалғыз бауырсақ жеген күйімде рахмет айтып шығып кеттім. Енді қайра бұл үйдің ауласынан айналып өтетін болдым. Өзімнің жүрегім ауырмас үшін, бір замандағы бақытты жеңгемнің көз жасын көрмеу үшін. Уақыт алға жылжып өте берді. Мен ержеттім, мектеп бітірдім, университетке түстім, аспирантураны тәмамдадым, үйлендім, қызметке араластым, әдебиетші, жазушы ретінде танылдым. Қалада тұрам, бірақ ауылдан мүлде қол үзбегем. 2 жыл, 4-5 жылда оралып соқпай қоймайсың. Алдағы ақсақалдар, көзтаныс ағаларды көресің, көрмесең сұрастырасың. Анау қайтыс болған, анау алыстағы баласына көшкен, бәрі де заңды, табиғи. Исақан ағамның да болмыс бітімі, өмір кешуі үйреншікті әдепкі қалпында. Мән, жөнін сұрағанда біреулер көңілдене күледі, енді біреулер бас шайқап қолын сілтейді. Бір барғанымда 9-шы әйелімен тұрып жатыр екен. Келесіде 12-ші әлде 13-ші әйел. Соңғы жолы 14-ші әлде 15-шіге жетіпті. Мен сұрастырған, жөн-жобасын білетін ағайындар кейде өзара дауласып қалады. Бірі 15-ке толған жоқ десе, екіншілері 20-ға тағатып қояды. Ағаң 25-тен берді тоқтамайды деп қағытады мені. 2-3 рет өзінде жүзбе-жүз көрдім. Үлкен үйге, алыстан келген бауырына арнайы сәлемдескен. Кейінгі келісінде әңгімемен әжептәуір отырды. Кең маңдайына қосарлы әжім түсіпті. Жирен шашына қылау көрген. Бірақ өңі қайтпаған. Бойы тіп-тік, толықта, арықта емес. Бітімінде тәкаппар, бекзаттық бар. Отырысы кербез, сөзі байыпты. Менің бар жазғанымды қадағалап оқып жүреді екен. Біздің әулет ежелден билікке, сөзге бейім болды. Пәлен атаң би еді, түген атаң батыр еді. Пәлен ақын, түген шешен. Осы жаңа заманда үлкен жазушы бізден шықпағанда кімнен шығу керек еді деп өзін де көтермелеп, мені де марқайтып кеткен. Ақыры бір күні Алматыдан арнайы іздеп тапты. Кешқұрым еді. Ақсақал босағадан аттасымен абыр-сабыр болып қалдық. Шай қайнатылды, ет асылды. Мен өткен-кеткенді сұрастырып отырмын. Исақан ағам біздің үйелмелі-сүйелмелі үпір-шүпір балаларға көзі жасаурай қарап қояды. Мәшалла, тәубә дейді анда-санда. Тіпә-тіпә, тіл көзден сақтасын. Кісі жатырқамайтын біздің тентектер де аталарың деген соң бірі алдына отырып, бірі мойнына мініп мәз-майрам. Біздің дастархан мол, бірақ үйде ішімдік болмайтын. Дүген атаулы жабылып қалған, әжептәуір қысылып едік, ақсақал татып алмайды екен. Жасымда әуестігім болған жоқ, енді Құдай сақтасын дейді. Ескілікті әңгімеден басқа не керек? Кең, көңілді отырыс болды. Ақыры жатуға келгенде біздің үйдегі келіні төсек қамдады. Ол кездегі пәтеріміз микроауданда. Халық тілінде распашонка, иткөйлек аталатын шағын 3 бөлме. Төргі біреуі менің жұмыс кабинетім, қос қабырға толған кітап. Екінші бөлмеде біз, балалардың ең кішісімен. Ересектері жылжымалы диванды жазып, залға жатады. Енді бүгінше түгелімен өзімізге көшірмекпіз. Ақсақал бірден-ақ диванды кең үйге емес, кітапты шағын кабинетке, жер төсекке жатуды қалады. Менің ықшаң жазу столымды алқап, қатар-қатар тізіліп тұрған әдемі кітаптардың түбін сипалап, мейірлене жымиып азғана тұрған. Содан соң Алматыға арнайы келген бұйымтайын айтты. Ғылым академиясына тапсырмақ. Ескілікті біраз сөз бар екен. Баяғы заман ақындарының өлеңдері, айтыс, дастандары. Ел аузындағы әрқилы әңгімелер. Ешбір кітапқа шықпаған ежелгі жырлар. Талай нәрсені құр жіберіп алыппын дейді. Кеудесі кеніш қариялардың көбісі кетіп қалды. Соңғы 10 шақты жылда ғана ескіріп, елден жинап тергенім. Бұл кезде мен ғылым академиясында қызмет атқаратын едім. Әдебиет зерттеу институтының қолжазба және архив бөліміне алып бардым. Бөлім бастығы, белгілі ғалым, жасы үлкен әріптес, әуелі маған рахмет айтты. Содан соң ақсақалға ризашылық білдірді. Апарған мол дүниесін түгел тізімдеп, тіркеп, қол қойғызып алды. Тиесілі тиын тебені келер аптада деген. Мен ақша қуып келгем жоқ дедім.
Исақан ағам ащы жымиып. Беріп жатсаңдар рахмет. Ал енді мына ең құнды, ең қажетті дүниені ысырып қойдыңыз. Сол ақшаны өздеріңе төлесем алар ма едіңіз? Әлде ешкімге керегі жоқ па? Керек, деді бөлім бастығы жеңіл күрсініп. Одан дәл 15 жыл бұрын қуана-қуана қабылдар едік. Қазір тыйым салынған. Аша бере қайта жапты. Уақыты келер. Ал менің уақытым өтіп барады, деді Исақан ағам түңілген кейіпте. Мұндағы әлдекімдердің докторлық диссертациясынан да жуан, мұқабаланып түптелген, қалыңдығы 4 елі, кетпектей қолжазба кітапта кешеден бері арқалап жүрген көнетоз сары портфеліне қайтадан салып жатып. Шамаласам да не екенін сұрағам жоқ. Әрі бөтен кісі алдында бейсауат сөз көбейіп кетер дегем. Сыртқа шыққан соң қабағы кірбең Исақан ағам оқыс көңілденді. Базарға апарсаң, деді. Жұмысыңның жағдайы қалай еді? Еркін, дедім мен. Жүріңіз. Көк базар ғой. Такси ұстайық. Қатар-қатар жемістен көз тұнады. Шабдалы, өрік, алмұрт, анар, жүзім. Алманың неше атасы: ақшыл, жасыл, сарғыш, күрең, қызыл. Түрлі түсті жеміс түйетайлана қаланған ең әдемі сөрелер қатарын бір айналып шықтық. Екінші айналып барып қызыл апортқа тоқтадық. Ең жақсысы осы қыздың алмасы, деді Исақан ағам. Иә, осы көк базардағы ең жақсы алма менікі, деді жеміс иесі сықылықтай күліп. Дөңгелек бет, тана көз, жас келіншек екен. Мен жан-жағыма қарадым. Бәрі де жақсы. Ал мынау алмалар артық та кем де емес, өзгелермен қарайлас көрінді. Келіншектің тартымдылығы болмаса. Қонаққа ма, деп сұрады. Қанша аласыздар? Қонақ емес, сыйлы келінге, деді Исақан ағам. Немерелерге, деді сонан соң маған қарап. Кеше құрғол бардым ғой, аталарыңнан сәлем үндеме деп апар. Өй аға, несіне әуре болдыңыз? Алма бар ғой, дедім мен. Ата болып қалдыңыз ба? Немерелерде бар ма, деп сұрады ойнақы келіншек. Мен Исақан ағама қарадым. Ата дерлікте емес, жап-жас. Бетін аз-маз қорасан секпілі шалған, 40-тың ар жақ бер жағындағы қайратты еркек. Шын жасы 50-дің жуан ортасында болса керек. Менде бәрі де бар қалқам, деді Исақан ағам. 5 келі салып алатын себет, дорба бірдеңе табыла ма? Табылады, бізде де бәрі бар, деді келіншек қабағының астынан ұрлана қарап қоржын таразының табақты басына алмаларын салып жатып. Тырнақтары боямасыз, саусақтары сүйрікті екен, езіп жаншып алмайын дегендей. Жемістердің тоқ бүйірінен шынашағы жазылған бас бармақ ортан қолмен ғана ептеп ұстап сәнімен қалап қойып жатыр. Бәрі бар, жігітте бар ма, деп сұрады Исақан ағам. Ой, атасы күле беріп шашалып қалды. Майқап, деді Исақан ағам. Айтқаныңыз келсін. Ой, ағасы-ау, қазір жөні түзу жігіт бар ма? Түгел нәрәнжік, жалқау, алқаш бәрі емес шығар, деді Исақан ағам. Егер аңдаусызда сендей сұлу қызға сондай бір бозөкпе ұшырасып қалған болса, несіне өміріңді тоздырасың? Өзімде қуып жібердім, деді келіншек сәл-пәл төменшіктеп. Сонда осы алманы өзің өсірдің бе? Өзім өсірдім, деді келіншек. Кәрі шешем бар қолымда. Не қайыр қарақшы болғаннан өзге, бірақ тәуба, деді. Сол қарайып отырғанның өзі дәтке қуат, басқа бір қуат тағы керек қой, әлі жассың, деді Исақан ағам. Келіншек төмен қарады. Мінекейіңіз, деді басылыңқы әуезбен. 5 келіден асты. Ең жақсыларын таңдап бердім, деді сонан соң жымия күліп. Атың кім, деп сұрады Исақан ағам. Әмиянын ашып ірі ақшасын шығарды. Алма өсіресің, атың алма, алмадан да тәттісің, деді Исақан ағам. Келіншектің бетінің ұшы лып ете түсті. Үлкен қара көздерін тайдырмай тіке қараған. Ерні жұқа қып-қызыл екен. Бояуы емес, табиғи қалпы. Алла жар болсын, деді Исақан ағам мені базардан шығарып тұрып. Ағаңның өмірі өтті осылай. Келін әдемі екен, көрікті ғана емес, келісті. Бақытыңның бағасын біл, жаным. Епетейсіз құшақтап бауырына басты. Енді елге қайтасыз ғой, әзір қайтпасаңыз үйге жүріңіз. Рахмет, қарағым, деді Исақан ағам мұңайып. Менің көшерімді жел, қонарымды сай біледі. Хош, деді сонан соң кеудесін керіп. Мен әлгі алмаға қайта барайын. Тым тәуір көрінді, деді күрсініп. Бұдан соң алас-қапас заманда Исақан ағаммен қайыра жүздеспедім. Бірақ ортақ ағайындар арқылы әңгімесі жетіп жатқан. Елден бір жола кетіпті. Осы Алматы төңірегінде әлде бір ауылда тұрады. Жаңа жас әйел алған. Онысы үйреншікті нәрсе, айтуға тұрмайтын. Сөз бұл нешінші әйелі және онымен қанша отасады деген төңіректе ғана өрбіген.
Десе де Исақан ағамның бұдан соңғы жағдайынан бейхабар қалып едім. Ақыры арада шамамен 10 шақты жыл өткенде оқыс хабар жетті. Исақан ағам дүние салыпты. Айтқандайын осы Алматының іргесіндегі пәлен деген ауылда, қаладағы телефон арқылы хабарласып мән-жайды білдірген ағайындас жерлес 3-4 кісімен бірге топырақ салуға барған едім. Қаралы жеңгемді бірден таныдым. Баяғы көк базардағы алмалы келіншек, әрине толыққан, егде тартқан, көп жылаған сияқты, бет-аузы ісіңкі, бірақ өңі қайтпаған, жер ортасына жаңа келген салиқалы бәйбіше. Барлық рәсімін атқарып болған соң, азалы дастархан басында отырған берісі Алматы, арысы Бұлғыртаудан келген ағайынға қарата сөйлеп еді. Есекең жарықтық екеуміз тура 9 жыл тұрмыс құрдық деді. Бақтым, қақтым, ол да мені әлпештеп өтті. Жеңгеміз әжептәуір босаңсып, көзіне жас алды. Әлі де жүре тұрса керек еді. 65 деген немене. Көлденеңнен келген жаман ауру алып кетті. Бірақ ағаларыңның шаңырағы құлады деп ойламаңдар. Бұл ауылдағы алыс-жақын Алманың үйі демейді, Исақанның үйі дейді. Жолдарың түскенде ат басын бұрып келіп тұрыңдар. Алыстағы ағайынға өкпе жоқ, жақындарға қайындарыма айтып отырмын. Тым құрса қырқына келіп қайтыңдар. Ең соңғы парыз болсын деді. Межелі уақытында қырқына бардық. Ауылдағы жалпы жұрт кешкілікке хабарланған екен. Түскі дастархан бізге алматылық 2-3 кісі және жеңгеміздің жақын туыстары небәрі 10 шақты адамға ғана жасалыпты. Жеңгеміз көтеріліп оңалып қалған екен. Жарқылдап күлмегенмен еркін отырды. Әрқилы әңгіменің шетін шығарған. Ағаларыңның жағдайын білесіңдер ғой деді бізге қарата. Маған дейін 16 әйел алған екен. Мен 17-ші болдым. Рекорд. 17-ші болғаным ғана емес. Әуелгі 16-ның әрқайсысымен небәрі 2, асса 3 жыл ғана отасады екен. Менімен тура 9 жыл тұрмыс құрды. Сіз енді бақтыңызға орай соңынан кездестіңіз ғой деді біздің жігіттердің бір әзіл-шыны аралас. Олай деп айтпа қайным деді жеңгеміз. Мен Кесе-көлденеңнен кездеспесем, тағы да 4-5 әйелдің басына су құяр еді. Мен алғашқы әйеліне ұқсататын еді. Тұрпат тұлғам емес, сірә мінезім, сөйлеген сөз, жүріс-тұрысым. Бір-ақ рет шын ғашық болдым дейтін, сол әуелгі жеңгелеріңе. Ал мені ондай ғашық болмаса да тым жақсы көрді. Ағамызда арман жоқ екен дедім мен. Арманы болды ғой жарықтықтың. Бір перзент, бір нәресте көрмей кетті. Жеңгеміз төмен қарап күрсініп алды. Содан соң көзі жарқ етіп жадырай күлген. Менен кінә жоқ деді. Бір шүйкөкпе көтерген едім бұрын әлгі. Ағаларың кездеспей тұрғанда шетінеп кеткен. Енді бір нәресте керек-ақ еді. Менен кінә жоқ. Ағаларыңды қалаға күшті дәрігерге апарып тексерттім. Жеңгеміз баяу көрсінді. Қайраты қайтпаған еді. Бірақ перден сүйе алмайды екен. Салбырап үйге келдік. Есекең тым жабырқау. Жарар дедім мен. Жаңа білдің бе? Маған баласыз-ақ бір өзің жетесің. Ал саған, мына мен бармын. Тәубе айтпайсың ба? Жамағайын туыстарың да жоқ емес. Тұқымың құрымайды деймін. Менің қайғым басқаша деді марқұм. Бұл жағын бұрында сезгем, білгем. 4-ші, әлде 5-ші әйелден соң. Әуелден білсем, Әлимашпен айырылыспайтын едім ғой деп көзіне жас алды. Сүйіп қосылған, қыздай алған алғашқы әйелде. Жөн дедім мен. Неге сол 4-ші, 5-ші әйелмен тоқтамадың? Қанағат таппадым деді. Әлиманың құшағы қайда? Әлимамды аңсадым. Сонда қаларың жаңа бір Әлима қашан кездеседі деп өңді әйел атаулыны судай сапырып, ұшып, қонып жүре берген ғой. 50-дің жуан ортасында ұзын санын 16-ға жеткізген. Содан енді мені егімен нұқсап. Мына оқымысты қайным өзі бастап әкеп менімен табыстырды ғой көк базарда. Өзіңіз де бірден үйіріліп түстіңіз ғой жеңеше дедім мен күліп. Сондай жігіт, сондай еркектің қолын қандай әйел қағар деді жеңгеміз сыпайы жымиып. Біз Құран бағыштап риза хош айтысып аттанарда Алма жеңгеміз менің қолыма ішіне әлде бір ескі қағаздар толтырылған кенеп дорба ұстатты. Ағаңның аманаты деген. Үйге келгенде қарасам құнды, көне басылымды бірнеше кітап. Бақырған, Софаллаяр, Біржан Сара айтысы, Айқаптың 5-6 саны, Абайдың 1923 жылғы жинағы және Шәкәрім қажының қалыңдығы 4 елі қолмен жазылып мұқабаланып түптелген үлкен топтамасы екен. Есіме түсті. Баяғыда академияда қабыл көрмеген өзгеше мұра. Кітаптарды қайда жүрсе де қастерлеп сақтаған,
қолжазбаны қаншама жыл бойы құрап жинақтаған, артында қалған бар белгісі осы ғана болды. Және академия архивіндегі тағы бір нұсқалар, жансыз, тілсіз өлі қағаз, пәленшекең жинап тапсырыпты, тек шартты белгі ғана. Адам тірі ұрпағымен мың жасайды дейді. Ұрпақсыз кеткен бір перзенттің зарпынан 17 әйел алған Исақан ағамның аты өшпесін, бар кейпінде менің жазуыммен бірге жасасын деп осы әңгімені өлмес таңбаға түсірдім.